Сіз қарап жүрген, немесе сөйлесейін деп жүрген қыздың әдемілігіне алданып жүрсіз бе? Қазіргі таңда оны әдемілік деп айту қиын ғой, қазір өтірік әдемілік қой. Соған біраз жігіттер алданып қалып жатады. Негізінде қандай сен қызға қарап жүрсің? Соған мән беру керек. Қай жерден тәрбие алды? Оның тәрбиесі қаншалықты дұрыс? Осы нәрсеге мән беріңіз. Иманды ма ол? Пайғамбарымыз айтты ғой, 4 нәрсеге қарап үйленеді деді. Әдемілігіне қарап, тегіне қарап, байлығына қарап, сосын не? Иманына қарап. Осы имандылығын таңдасан, сен ұтқандардың қатарында боласың деді пайғамбарымыз. Алейхиссалату вассалам. Бірақ әлбетте осы 4 сипатты бірден де ие бола алатын қыз балалар бар. Олар сирек шығар бірақ бар ондайлар. Бірақ енді сен болашақ сенің қызыңа тәрбие беретін адамды таңдап жатсың. Сен өте қатты не болу керексің? Бұл нәрседе тиянақты болу керексің.